Инстаграмға қай партияға дауыс бересіз деп сауалнама салдыңыз. Бұл заң бұзу болып есептеле ме? Жай ғана сауалнама ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ сайлау кезінде кез келген мұндай сауалнамаға заң талап қояды. Неге? Өйткені оның нәтижесін қолдан жасау оңай. Мысалы, бір ғана партияны қолдайтын адамдарды жинап, халықтың бәрі осы партияны қолдайды деп жариялауға болады. Немесе 100 адамның пікірінің ішінен өзіңізге керек бірнешеуін ғана көрсетуге болады. Мұны көрген басқа адамдардың таңдауы өзгеруі мүмкін. Сондықтан заң мұндай сауалнаманы кез келген адамның жүргізуіне жол бермейді. Себебі сайлау кезінде қоғам пікірін білу үшін сауалнама жүргізу жай ғана ақпарат тарату емес, нәтижесі сайлаушылардың шешіміне әсер етуі мүмкін. Сол себепті сауалнама шынайы әрі бейтарап жүргізілуі тиіс. Және нәтижені жариялау кезінде заң талаптары сақталуы керек. Сонымен қатар, егер әлеуметтік желіде белгілі бір партияны немесе кандидатты қолдап, осыған дауыс беріңіздер деп үндеу жасасаңыз, бұл сайлау алды үгіт болып саналуы мүмкін. Мұндай үгіттің де өз тәртібі бар. Ақылы үгіт тек сайлау қорының қаражаты есебінен жүргізіледі. Заң не дейді? Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Конституциялық заңның 28 бабына сәйкес сайлауға қатысты қоғамдық пікірге сауалнама жүргізіп, оның нәтижесін жариялауға тек арнайы талаптарға сай ұйымдар ғана құқылы. Олар орталық сайлау комиссиясын алдын ала хабардар етуі тиіс. Және осы салада кемінде 5 жыл жұмыс істеген болу керек. Ал бұл талап сақталмаса, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 120 бабына сәйкес жауапкершілік қарастырылған. Қысқасы, сайлау кезінде жариялаған бір видеоның өзі заң бұзу болып есептелуі мүмкін. Өйткені заңның мақсаты ешкімнің халықтың таңдауына жасанды түрде ықпал етуіне жол бермеу.